Егер де өміріңізді бақытты сүргіңіз келсе, толыққанды сүргіңіз келсе, ол өзіңіздің таңдауыңыз. Өзіңіз таңдап алсаңыз болады сондай өмірді. Мысалы, қиыншылықты таңдап алғандай, үнемі жалғыз етуді таңдап алғандай, қайғыруды таңдап алғандай, қарызға батуды таңдап алғандай, дәл солай бақытты өмірді, ақшаға зависимый болмай, ақшаға толыққанды өмір сүруді, жетістікте өмір сүруді таңдап алуыңызға болады. Бұл бір қияли әңгіме сияқты естілуі мүмкін, бірақ ол шын мәнінде сондай. Мысалға, мен көп кітап оқимын деп айттым, кітаптан оқығаным және өзімнің өмірімде қолданған тәсілдерге байланысты, өзімнің өмірімде болып жатқан жағдайға байланысты қазір бөліскім келіп отыр сіздермен. Кім Алла бізді жаратты, өмірге алып келді, Алланың қалауымен осы өмір сүріп жатырмыз, бірақ кім өзінің өміріне жауапкершілікті ала біледі, сол адам жақсы өмір сүре біледі. Өзінің тағдырыңның егесі өзіңсің негізінде. Мысалға, таңертең ұйқыдан тұрдың да, ұйқыдан тұра салысымен жаман сезімді, қарызды, ақшаны таңдап алатын өзің, өзің соны қайта-қайта ойыңда айналдырап, ойлана бергеннен кейін сол сізге қайтып келе береді. Сол нәрседен басқа нәрсе ойламағаннан кейін, өкінішке орай сол жағдай сіздің өміріңізде қайталана береді. Ал жақсы нәрсені ойласаңыз, мына өзіңіздің ойыңыз түп санаңыз ғой. Өзіңнің ойыңды өзгерту арқылы, ақшаға деген қарым-қатынасыңды өзгерту арқылы, айналаңа деген қарым-қатынасыңды өзгерту арқылы өзіңнің өміріңді өзгертуге болады. Мен оны сіздерге басымнан өткізген адам ретінде айтып отырмын. Мысалға, мен жаман аурумен ауырдым деп айттым ғой. Сол кезде бір сәтке де өлім туралы ойламағанмын. Оның тұңғиыққа түсіп кетсең, сол тұңғиыққа түсіп кетесің да. Ал егер де сол жағдайдан өзім шығамын, мойындамаймын, мойынсұнбаймын, мен өйтіп ауырмаймын, мен мықтымын, мен күштімін деп өзіңе қайталай беру арқылы, дәл сол сезім саған қайтып келеді, соны қайтып аласың. Сезім болсын, нәтиже болсын, дәл сондай өміріңді де, айналаңды да өзгерту, даже келетін өзіңізге қаражатты, ақшаны өзгерту де өзіңіздің қолыңызда негізінде. Сіз тек қана өзіңіздің ойыңызбен алысу арқылы, ойыңызды жақсы жаққа бұру арқылы, жақсы нәрселерді ойлау арқылы өзіңіздің өміріңізге жақсылықты шақыра аласыз. Осылай жасаңыздар, жасап көріңіздер. Сенбесеңіздер, маған хотя бы сол өздеріңіздің ойларыңызды өзгерту арқылы қандай жетістікке жететініңізді сезініп көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар.